Сәлем, менің каналыма қош келдің. Егер видеолар ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың қосылыстар формулаларын құрастыру тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші сұрақ: қандай заттардың тотығу дәрежелері 0-ге тең? 3 мысал келтіріңдер. Бірінші сұрақтың жауабы: жай заттардың тотығу дәрежесі 0-ге тең. Мысалы, магний, натрий, алюминий. Екінші сұрақ: тотығу дәрежелері бойынша келесі қосылыстардың формулаларын құрастырыңдар. Екінші сұрақтың жауабы: бізге фосфордың бисваленті оксиді, алюминий бромиді және магний хлоридінің формулаларын жазу қажет. Сіздерге осылай қаңқасын жазып қойдым. А жағдайында фосфордың бисваленті оксиді делінген. Фосфор бисваленті, оттек бізде 2 валентті. Сонда крест әдісімен, яғни қарама қайшы, бір-біріне қарама қарсы олардың валенттіліктері түседі. Яғни P2 O5 болады. Келесі алюминий бромиді. Алюминийдің валенттілігі бізде 3, ал бромдікі 1. Сонда бізде 1 деген валенттілік алюминийге жазылмайды да, бромға алюминийдің 3 деген валенттілігі индекс болып түседі. Сонда алюминий бром 3 болады. Келесі магний хлориді. Магний бізде 2 валентті, ал хлор 1 валентті. 1 валенттісі индекс болып 1 болып түспейді, яғни ол жазылмайды. Сонда магний хлор 2, яғни магнийдің 2 деген валенттілігі хлорға 2 индекс болып түседі. Үшінші сұрақ: формулаларды құрастырыңдар. А жағдайы: шыныны кесуде алмазды алмастыратын бор нитриді, бор және азоттың қосылысы. Ә жағдайы: кеміргіштерге қарсы қолданылатын күшті у, мырыш фосфиді, мырыш пен фосфордың қосылысы. Үшінші сұрақтың жауабы: А жағдайы: бор мен азоттың қосылысынан бор нитриді түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін бор нитридінің алдына 2 коэффициентін қоямыз. Ә жағдайы: мырыш пен фосфордың қосылысынан мырыш фосфиді түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін мырыштың алдына 3, ал фосфордың алдына 2 коэффициентін қоямыз. Төртінші сұрақ: формулаларды берілген заттардың құрамындағы әр элементтің тотығу дәрежелерін анықтаңдар. Төртінші сұрақтың жауабы: бізге берілген қосылыстардың ішіндегі элементтердің тотығу дәрежелерін табу қажет. Сіздерге белгілі катиондар мен аниондар саны бір-біріне тең болу қажет. Яғни сіздерге мысал ретінде CH4-ті айтайын. Бізде сутектің тотығу дәрежесі көп жағдайда үнемі плюс 1-ге тең болады. Ол өзінің индексі 4-пен көбейтіледі, сонда плюс 4 болады. Яғни бізде оң зарядтарымыз плюс 4-ке тең болса, теріс зарядымыз минус 4-ке тең болу керек. Сонда көміртектің заряды тотығу дәрежесі минус 4-ке тең болады. Келесі феррум хлор 3. Бізде хлордың тотығу дәрежесі минус 1-ге тең, ол индексі 3-пен көбейтіліп минус 3-ке тең болады. Бұл бізде теріс зарядталған ион, ал оң зарядталған ионымыз біздің дәл солай плюс 3-ке тең болады. Яғни темірдің тотығу дәрежесі плюс 3-ке тең болады. Келесі қосылыс кальций F2. Бізде фтордың тотығу дәрежесі минус 1-ге тең, ол 2 деген индекспен көбейтіліп минус 2-ге тең болады, ал кальцийдің тотығу дәрежесі сәйкесінше плюс 2-ге тең болады. Сіздерге енді түсінікті болды деп ойлаймын. Қалғандарын осы мысал ретінде өздеріңіз есептеп жазып алсаңыздар болады. Бізде ең соңғы жай затымыз ол азот болып тұр, яғни N2, оның тотығу дәрежесі 0-ге тең болады. Бесінші сұрақ: қай қосылыс құрамындағы хлордың тотығу дәрежесі ең жоғары? Бесінші сұрақтың жауабы В нұсқасы хлор 2O7 болып табылады. Сіздер білесіздер, оттектің тотығу дәрежесі үнемі минус 2-ге тең болады. Ол өзінің 7 деген индексімен көбейтіледі, сонда минус 14-ке тең болады. Ал бізде хлор 2, яғни хлордың 2 деген индексі бар. Бізге плюс 14 деген сан қажет, сондықтан хлордың тотығу дәрежесі плюс 7-ге тең болады. Сонда плюс 7 мен 2 индексі көбейтіліп, плюс 14-ті береді. Хлордың ең жоғарғы тотығу дәрежесі плюс 7 болып табылады. Алтыншы сұрақ:
Химиялық элементтердің периодтық кестесін пайдаланып, әр ионның зарядтарын анықтаңдар және қосылыстардың формулаларын құрастырыңдар. 6-шы сұрақтың жауабы натрий 2С болады. Себебі бізде натрийдің заряды плюс 1-ге, ал күкірттің заряды минус 2-ге тең болады. Бізде минус 2 анион және плюс 2 катионымыз бар. Алюминий F3. Болды, дәл солай. Алюминий бізде плюс 3 зарядын береді, ал фтор бізде минус 1. Минус 1 индекс 3 бен көбейтіліп минус 3 болады, және мына жақта алюминийдің плюс 3 деген заряды бар. Яғни минус 3 плюс 3 бір-біріне тең. Келесі калий хлориді, екеуінің де тотығу дәрежесі 1-ге тең болады. Кальций оксиді. Кальций бізде үнемі плюс 2-ге тең болады, ал оттегі үнемі минус 2 тотығу дәрежесіне тең болады. Бериллий хлор 2. Бізде хлордың тотығу дәрежесі минус 1-ге тең, ал бериллийдікі плюс 2-ге тең. Келесі калий 2O. Оттектің тотығу дәрежесі минус 2-ге, калийдікі плюс 1-ге тең болады. H2S, күкірттікі минус 2-ге, сутектікі плюс 1-ге тең болады. Алюминий 2O3. Алюминий бізде плюс 3-ге тең, ал оттегі минус 2-ге тең. Бір-бірінің индексіне көбейтілген кезде плюс 6 және минус 6 болады. Келесі P2O5. Бізде фосфордың тотығу дәрежесі плюс 5-ге, ал оттектікі минус 2-ге тең болып тұр. 7-ші сұрақ. Осы иондарды қолдану арқылы нөлдік қосынды әдісімен химиялық қосылыстардың формулаларын құрастырыңдар. 7-ші сұрақтың жауабы. Натрий бізде 1 валентті, ал күкірт 2 валентті. Крест әдісімен, яғни қарама-қарсы түсу әдісімен натрийдің индексі болып 2 валенттілігі түседі. Келесі натрий бізде 1 валентті, оттегі 2 валентті. Дәл солай, оттектің валенттілігі натрийдің қасына индекс болып түседі. Келесі натрий N. Бізде азот 3 валентті, натрийге индекс болып 3 болып түседі. Натрий бромиді. Натрийда бромда 1 валентке тең. Магний S. Магнийде күкіртте 2 валентке тең. Магний оксиді. Екеуде 2 валенттіге тең. Магний нитриді. Бізде магний 2 валентке, ал азот 3 валентке тең. Айқасу, яғни бір-біріне қарама-қарсы крест әдісімен азоттың 3 валенттілігі магнийге 3 индекс болып, магнийдің 2 валенттілігі азотқа 2 индекс болып түседі. Магний бромиді. Магний 2 валентті, бром 1 валентті. Магнийдің 2 валенттілігі бромға 2 индекс болып түседі. Феррум 2 S3. Себебі феррум 3 валентті, ал күкірт 2 валентті. Феррум 2O3. Себебі феррум бізде 3 валентті, ал оттегі 2 валентті. Феррум нитриді. Бізде екеуде 3 валенттіге тең. Феррум бромиді. Феррум бізде 3 валентке тең, ал бром үнемі 1 валентке тең болады. Сонда феррумның 3 валенттілігі бромға 3 индекс болып түседі. HS, яғни ол H2S болады. Себебі күкірттің жаңағы валенттілігі 2-ге тең. Ол сутекке 2 индексі болып түседі. H2O. Оттек бізде 2 валентті болып табылады. Келесі NH3 болады, себебі сутегі бізде 1 валентті, ал азот 3 валентті. Оның 3 валентті сутекке 3 индекс болып табылады. Келесі H бром, сутекте бромда 1 валенттіге тең. 8-ші сұрақ. Берілген нұсқаулар бойынша заттардың формулаларын жазыңдар. 8-ші сұрақтың жауабы. 2 атомнан тұратын азоттың 1 молекуласы N2. 1 атом мыс және 1 атом оттектен тұратын мыс оксидінің 2 молекуласы купрум O. 3 атом оттектен тұратын озонның 4 молекуласы 4O3. Магнийдің 3 атомы мен 2 азот атомынан тұратын магний нитридінің молекуласы магний 3N2. Көміртек диоксидінің молекуласы CO2. Осымен біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Ұнаса міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды және тіркелуді ұмытпа.